Армысыздар, құрметті көрермендер, эфирде зерде бағдарламасы. Мен оның жүргізушісі Айгүл Тұрсынқызы. Бүгін біз Әлихан Бөкейхан атындағы нөмірі 25-ші жалпы білім беретін орта мектепке ат басын тіредік. Бұл мектепте салауатты өмір салтын қалай дамытып жатыр екен, оқушылармен қандай жұмыстар атқарылып жатыр екен, көрейік. Салауатты өмір салты бұл ең алдымен денсаулықты сақтауға және нығайтуға бағытталған белсенді іс-әрекет. Өмір адамның салты өздігінен қалыптаспайды, ал салауатты өмір салты өмір сүру барысында қалыптасады. Сонымен қатар өзге халықтар сияқты қазақтың да ертеден қалыптасқан, атадан балаға мұра болып жалғасып келе жатқан ұлттық ойын-сауық түрлері бар. Байқап отырсақ, ол ойын-сауықтар қазақтың ұлттық ерекшелігіне, күнделікті тұрмыс тіршілігіне тығыз байланысты туған екен. Мемлекет басшымыз Қасым-Жомарт Тоқаев ұлт саулығы жақсы болса ғана қоғам орнықты дамиды демекші. Мектебімізде салауатты өмір салтын насихаттау бойынша түрлі жұмыстар жүргізілуде. Мәселен, қазақтың ұлттық ойындары асық ату, тоғызқұмалақ, қазақша күрес, бес асық үйірмелері бойынша қарқынды жұмыс атқаруда. Сонымен қатар футбол, волейбол, жеңіл атлетика, карате үйірмелерде бойынша да жұмыстар атқарылады. Осы үйірмелер бойынша оқушыларымыздың қала, облыс, республика деңгейіндегі жетістіктері өте көп. Сонымен қатар мектебімізде мектеп, ата-ана, оқушы ынтымақтастығын нығайту мақсатында жұманың әр сәрсенбі күндері ата-аналар лигасы өтеді. Бұл лигада ата-аналарымыз волейбол, дартс және де теннис спорт түрлерінен түрлі ойындар ойнайды. Осы мектепте ұлттық спортты қарқынды дамып келе жатыр. Оқушыларымыз қала деңгейінде, тоғызқұмалақ деңгейінде бірінші орындар алды. Асық ату ұлдар, бес асық қыздар, қала деңгейінде, облыс деңгейінде бірінші орын алып, қыздарымыз осы биыл Алматы қаласына барып, республика деңгейде финалға шығып, финалда орындар алып жүр. Өзім айта кететін болсам, өзім Қазақстан Республика тоғызқұмалақтан төреші атқа жүрмін. Республикада биыл Шымкент қаласына барып, ерлер, әйелдер кетті арасында республика деңгейде төреші атқардым. Және де өзіме мақтау қағазын алдым. Солай мақсатымыз енді оқушылармен біз республика деңгейде жеңімпаз атану, соған жұмыс істеп жатырмыз. Фархат Сабыров осы мектептің 11-ші сынып оқушысы. Тоғызқұмалақ ойынынан 2 дүркін облыс чемпионы атанды. Тоғызқұмалақ ойыны арнайы тақтада 2 адам арасында ойналады екен. Ойын тақтасы 2 қазан, 18 отау, 162 құмалақтан тұрады. Ойын барысында әр ойыншыға 1 қазан, 9 отауға 9-9-дан салынған 81 құмалақ тиесілі. Алғашқы жүріс жасаған ойыншы бастаушы қарымта, жүріс жасаған ойыншыны қостаушы деп атайды екен. Осы мектепте тоғызқұмалақ ойынына қатысып жүрген оқушылардың қызығушылық деңгейі өте жоғары екенін байқадық. Менің ең сүйікті ойыным ол тоғызқұмалақ болып саналады. Бұл ойынға мен 3 жыл бұрын келген болатынмын. Есімде әлі 8-ші сыныпта әлі дұрыс түсіне алмай ойынымды қазір түсініп, уже жеңіске жеткенде сияқты өзімді сезініп тұрмын.
Мысалы, былтырғы жылы біз қалалық кезеңнен 2-ші орын алдық. Және оның алдыңғы жылы 1-ші орын алып, облысқа шыққан болатынбыз. Сосын оның алдыңғы жылы тағы 1-ші орын алып, облысқа шыққан едік. Менің жаттықтырушым ол Марат Серікұлы. Ол жаттықтырушы өте керемет, үйретуі өте жақсы, сапалы болып саналады. Біздің тобымызда адамдар саны 10 шақты бала болады. Әрбіреміз бір-бірімізбен сайысып, турнир сияқты кішігірім өз бір-бірімізден ойнаймыз. Тоғызқұмалақ ойыны маған негізі ол математика жағынан оңай болып табылады, және математикасымен қызық. Себебі сол ойында ойнағанда кез келген жағдай болады, және де оны дамытып әрі қарай болашақта қалай болады екенін ойлау үшін математикалық көзқарас керек. Сол себепті есептеп, дәптерге жазып, кейін жүру керек, дұрыс деп ойлаймын. Ғалымдарымыздың зерттеуіне сүйенсек, бізге жеткен ұлттық ойындарымыздың тарихы Қазақстан жерінде біздің заманымыздан бұрынғы 1-ші мыңжылдықта қалыптасқан екен. Олардың ішінде тоғызқұмалақ, қуыршақ, асық ойындары кеңінен таралып, оқушылардың қызығушылығын күннен күнге арттыруда. Дене шынықтыру пәні мұғалімі ретінде мұнда бізде көптеген спорттық жұмыстар атқарылады. Көп айтып кететін болсақ, өзім волейбол спорт түрінен бапкер болам. Волейбол спорт түрінен өзіміздің мұнда мектепшілік мұғалімдер командасы бар, қыздар арасында командалар бар, ұлдар арасында командалары бар. Көптеген қарқынды жұмыстар атқарылады. Оқушылармен өздерінің тренировкалар өткен кезде ата-аналары бірге келеді тренировкаға, бірге қызықты әртүрлі ойындар ойнатылады. Осындай көптеген өзіміздің волейбол спорт түріне көптеген өзіміздің ынтамызды қосып жатырмыз. Біздің оқушылар облыста ғана емес, қалалық лигада да әртүрлі орындарға ие болып жатыр. Өте қарқынды волейбол спорт түрі осы мектепте жақсы дамып келе жатыр. Өзіміз айтып кететін болсақ, мен өзім осы Әлихан Бөкейхан мектебіне орналасқаннан бері көптеген жарыстарға шықтым. Мұғалімдер спартакиадасы, осы республикалық жарыстар Тараз қаласына барып, осы Аютаста мұғалімдер спартакиадасына қатысып, жүлделі 2-ші орын алған болатынбыз. Алдыңғы жылы чемпион болған болатынбыз. Осы көптеген осындай іс-шаралар оқушылармен жұмыс істеп, осындай жетістіктерге жетіп жатырмыз. Қазақ халқы негізінен ұрпақ қамын басты мақсат етіп қойып, балалардың нағыз азамат болып қалыптасуына аса зор мән берген. Бала тәрбиесінің басты құралы ретінде ұлттық ойындарды орайластырып дамытып отырған. Гүлбахрам Нұрлан 6-шы сынып оқушысы 5 асық ойыны бойынша ел чемпионы атанған. Негізі бұл ойын әр ойыншыда 5 асықтан болады екен. Асықтар сіңірінен жақсылап тазартылған болуы шарт екен. 4 асық бір түспен, қан басқа түспен боялады. Түстерді таңдау ойыншының өз еркінде екен. Ойыншының киім нысаны спорт үлгісінде немесе ұлттық үлгіде болуы шарт көрінеді. Ойын кезегі асықтарды еру арқылы анықталады. Асығы алшысынан түскен ойыншы ойнату кезегіне ие болады. Қазақтың ұлттық ойындарының ішіндегі ең қызықты ойындарының бірі екен. Мен 5 асықтан 4-ші сыныптан бастап ойнап жүрмін. Сол 2 жылдың ішінде мен көптеген дәрежелерге ие болдым. Соның ішінде біз қалалық,
облыстық жарыстарға қатысып бірінші орынға ие болып жүрміз. Сонымен қатар біз Қызылорда қаласына барып, Қазақстан чемпионатына қатысып, сол кезде көптеген тәжірибе алдық. Сонымен қатар Алматы облысындағы республикалық жарыста біз қатыстық. Сонымен мен жақсы ойыншы деген сертификат алдым. 5 асық көзге жаттығу деп айтуға болады. Ол математикаға көмектеседі. Ол өте пайдалы ойын. Жалпы бұл мектептерде ұстаздар салауатты өмір салтын мықты ұстанады екен. Самат Маратұлы Таев оқушыларды ойын барысында ептілікке, алғырлыққа, жылдамдыққа тәрбиелейтіні байқалады. Сонымен қоса, бала тәрбиесінің басты құралы ретінде ұлттық ойынды орайластырып дамытып отырған дұрыс. Құрметті көрермендер, зерде бағдарламасы осымен тамам. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.